Қайырлы күн оқырмандар, бүгін сіздермен сан тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеом ұнаса маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен вупипай тортын таңдадым. Бізге қажет ингредиенттер: 8 жұмыртқа, 250 грамм қант, 350 грамм ұн, 50 грамм какао, 20 грамм разрыхлитель және 200 грамм Қазақстан шоколады мен 180 грамм сливочное маслоны водяной баняда ертіп алып, суытып құятын боламыз. Ұнды да аз-аздан салып отырып араластырамыз. Мен алдын ала дайындап електен өткізіп алдым. Енді водяной баняда суып еріп тұрған шоколад пен майымызды құямыз, жақсылап араластырамыз. Корждарды 180 градус температурада пеште 7-8 минуттан пісіріп аламыз. Менде арнайы трафарет, соған пергаментті қойып, үстіне одноразовый мешокпен құйып пісіріп аламын. Қажет емес артығын жан-жағындағысын пышақпен ыстық кезінде алып тастасаңыздар болады. Менде 3 санында кішкене астында кемшілік болды. Қатты болып қалғандықтан оны мынандай креммен білдірмей жіберсеңіздер де болады видеодағыдай. Және ең астына қойылды. Бетінде корждар болғандықтан крем қалыңдау жақтым, білінбей кетеді. Ары қарай барлық цифрымызды қойып, осылай шариктер шығарып шығамыз. Менде 6 сан шықты осы рецептіден. Осылай 3 сан, сосын 0 санын бір-бірден астына подложкамызды, болмаса ажурный салфеткамызды қойып, осылай әдемілеп сәндеп шығамыз. Бетіне оформлениесі өзіңіздің қалауыңыз бойынша шоколадтан, болмаса фруктыдан жасасаңыз болады. Төменге рецептісін қалдыратын болам. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған сымбат. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Одан да басқа рецептлермен бөлісетін боламын.